Отырып тұру жаттығуы ұстазымыз бірнеше күннен бері стористарына салып жатыр. Қарап жүрген болсаңыздар, пайдасы өте көп. Маңызды деген пайдасы мына жүректеріңіз ауырып қалатын болса, соған көмектеседі. Және аяқтарыңызда түрлі аурулар болатын болса, бірден бір жасалатын жаттығулардың бірі. Артрит, артроз, түрлі ісік ауруларына және аяқтарыңыз жылымай үнемі салқындап жүретін болса, қан айналымын жақсартады және тізедегі сұйықтықтардың алмасып тұруына да көмектеседі. Және қандағы қанттың мөлшерін азайтады және ер адам, әйел адамдардың жыныстық аурулары болатын болса да, содан арылуға көмектеседі. Және мұның өзінің жасалу тәртібі бар, жасалу жолдары бар. Оны дұрыс жасамасаңыз, пайдасынан зиянын алуыңыз мүмкінсіз. Сондықтан да оны өзінің тәртіптерімен жасау керек. Сіз жаңадан жасап жүрсеңіз, өзінің жасалатын жолдары бар. Және 2 айдан кейін оны жетілдіріп отыратын боласыз. Ең аз дегенде 15 реттен бастасаңыздар болады. Мен кешеден бері өте көп жасап қойдым ау деймін. Мына таз, сан бұлшық еттерім қазір ауырып тұр. Дұрыс жасалды деген сөз. Маңыздысы салмақты тізеге емес, мына сан бұлшық еттеріңізге салып жасайсыздар. Қазір менің алдыңғы, артқы сан бұлшық еттерім ауырып тұр. Келесі видеода көрсетемін.